жұлын омыртқалармен қорғалған. Жүйкелер омыртқалардың көлденең өсінділердің үстінде пайда болады. Омыртқа аралық дискілердің серпімділігі жұлынның икемділігін қамтамасыз етеді. Жұлын және ми, сонымен қатар ми қабығы деп аталатын мембраналардың үш қабатымен қорғалған. Сыртқы қатты қабақ, өрмелі және жұмсақ қабаттар. Өрмелі зат өрмекші тор тәрізді құрылымы бар жұқа мембрана. Ол талшықты ұлпадан тұрады және құрамында ми жұлын сұйықтығы бар. Бұл сұйықтық орталық жүйке жүйесін қорғайды, механикалық қорғанысты қамтамасыз етеді және мидың таза салмағын азайтады. Жұлын сыртқы ағзаттан және жүйке жасушаларының денелерінен тұратын сұр, көбелек тәрізді орталық аймақтан тұрады. Жүйке талшықтары ағзаттың жолдарын құрайды. Көтерілу жолдарында денеде пайда болатын сенсорлық талшықтар, ал түсу жолдарында мида пайда болатын қозғалтқыш талшықтары болады. Ағзаттың түсі жүйке талшықтарын жабатын миелин қабығына байланысты. Сұр заттың алдыңғы мүйізінде қимылдық нейрондардың жасушалық денелері орналасқан. Қозғалтқыш талшықтары деп аталатын қимылдық нейрондардың аксондары жұлыннан алдыңғы тамыр арқылы шығады. Сенсорлық талшықтар сұр заттың артқы мүйізіне артқы тамыр арқылы енеді. Орталық канал жұлын сұйықтығымен толтырылған. Ол мидың қарыншалық жүйесімен тығыз байланыста болады.